Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Маймылдың қалай пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Нұх пайғамбар кеме жасап жатқанда бір қылжақбас күнде оны мазақ етіпті. Оның құйтырқы сөздеріне Нұх шыдай алмай, кейде жылап жібереді екен. Қылжақбас: "Мына жындының ісіне қараңдар, су жоқ жерге кеме жасап жатыр. Кемеге барлық жануарды жинамақшы. Кемеде қасқыр мен қой, түлкі мен тауық қайтып бірге тұрады", деп әжуалайтын болыпты. Бір күні апат басталып, барлық жануар Алланың әмірімен кемеге мінеді. Кеменің есігі жабылар сәтте Жебірейіл періште бір мақлықты сүйреп әкеліп: "Ей Нұх, мынау сені әжуалап, талай рет жылатқан қылжақбас. Момынды мазақтаған Құдаймен ойнағанмен бірдей. Сені нала қылғаны үшін Алла оны маймылға айналдырды. Оны ала кет. Топан судан қалай аман қалатыныңа куәгер болсын", дейді. Қылжақбас адам маймылға айналып, хайуандардың қарасын көбейтеді. Содан бері өзі де елдің мазағына ұшырап келеді екен. Әрі қарай маймыл туралы қызықты мәліметтер. Маймылдардың өмірі адамзат шеше алмай жатқан жұмбақтарға толы. Бұл сүтқоректі жануарлар біз үшін үлкен қызығушылық тудырады. Өйткені олар адамның ең жақын туысы болып саналады. Табиғатта маймылдың 400-ден аса түрі бар екені белгілі. Ғалымдардың айтуынша, житс спид ауруы адамға маймылдан жұққан. Сонымен қатар туберкулез, герпес және гепатит ауруларына шалдығуы мүмкін. Ауыздарындағы тістерінің саны біздікі сияқты 32 тіс. Маймыл айнаға қарап өзін танитын жануар. Маймылдар бір-бірімен сөйлесе алады. Шығарған дыбыстары белгілі бір затты білдіреді. Стэнфорд университетінде Коко деп аталатын горилла өмір сүреді. Ол ағылшын тіліндегі 2000 сөзді түсінеді, тіпті адаммен қалжыңдаса алады. Егер ол есінесе, бұл ұйқысы келгеннің белгісі емес. Керісінше, сізге шабуыл жасауға дайындалып жатыр. Жануардың кейбір түрі еңбек құралдарын қолдана алады. Мысалы, жаңғақты жару үшін оны тастың үстіне қойып, басқа таспен үстінен ұрады. Маймылдың ең үлкен түрі горилла. Олардың ұзындығы 170 сантиметрге дейін жетеді. Ал ең кішкентай түрлерінің бойы 12-15 сантиметр. Эволюция теориясына сәйкес, адам мен маймылдың ата-бабалары ортақ. Олардың өмір сүру ұзақтығы 10-60 жыл. Үндістанда 40 миллион маймыл өмір сүреді. Бұл мемлекетте олар қасиетті жануар болып саналады. Бұл сүтқоректілер тек қана бананмен қоректенбейді. Шын мәнінде олар бананды өте сирек жейді. Олар ауа райы ыстық жерлерді ұнатады. Африка, Оңтүстік Америка, Азия. Орангутанг малай тілінен аударғанда орман адамы дегенді білдіреді. Маймылдардың көпшілігі ағашқа өрмелеп, бұтақтан бұтаққа секіріп, ағаш басында тіршілік етеді. Сондықтан бас бармағы үлкен басжайы қалған саусақтарына қарама-қарсы біткен. Орманды таулы жерлерде мекендеуіне байланысты көру, есту қабілеттері жақсы жетілген, иіс сезімі нашар дамыған. Маймылдар миының көлемі, салмағы, даму дәрежесі жөнінен басқа сүтқоректі жануарлар арасында жоғары сатыда. Жоғары сатыдағы маймыл тәрізділер таяқты, тасты, тағы басқа қорегін аулауға, жауынан қорғануға құрал ретінде пайдалана алады. Маймылдардың көптеген мінез-құлқы, ренжу, қуану, тағы басқа адамның мінез-құлқына ұқсас. Маймылдар өздері мекендейтін аумақтарын белгілеп, сол жерде топтасып өмір сүреді. Көбіне ағаш бұтағы арасына бұтақты үйіп, күрке салып түнейді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.